Bismillahirrahmanirrahim. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, мен Қазақстан азаматы, Астана қаласының тұрғыны, әлем қазақ билер бірлігінің мүшесі Төлеубаев Нағысқан Қажыұлы, қоғам белсендісі, сізге өтініш үндеу жариялаймын. Менің сізге жолдауымның себебі, біздің ұйымға шешен ұлтының азаматтары Мұртазаев Желімхан Амановичтің Ресейден Украин соғысына барудан, бейбіт жатқан Украин еліне қару қолданбаймын деп, осы елге бізді паналап қашып келіп отырғаны, пана іздеп осы аэропортқа келгенде саяси пана береді деп бізге үміттеніп келген екен. Сондықтан осы бұны өз жерден қайрадан аэропортта ұстап отыр екен, қайрадан Ресейге жіберіп қою қаупі бар дейді. Онда жіберсе өлім жазасы күтіп тұрған көрінеді. Сондықтан сізден сұрайтынымыз, біздің ел басына күн туғанда өзіңіз білесіз, біздің ата-бабаларымыз, әке-шешелерімізді бүкіл әлемге өзінің мейірмандығымен, бүкіл әлемге қанша ұлттарға жақсылық жасаған осы шешен үңгіш ұлттары, біздің тағдырлас ұлттарымыз қанша бір-біріне осындай бауырмал болып кеткен, содан бізден пана іздеп келген осы шешен бауырымызға ара түсіп, осы ең болмаса елге қалдыруға мүмкіндік болмаса, басқа елдерге, Ресейден басқа елдерге шығып кетуге мүмкіндік беруіңізді біз өтінеміз. Талап етеміз. Қоғам белсенділері, ақсақалдар, ұжымдары бәріміз соны сізден өтінеміз. Осыған сізді бүкіл әлемде әйгілі дипломат ретінде, әбүйірлі дипломат ретінде береді деп бір жағынан олар сеніп кеп отыр. Осыған үмітімізді ақтап, осы бауырларымызды алып қалады деп сізге үміттенеміз. Соны сізден сұраймыз. Осы біздің сізден сұрайтын өтінішіміз.